шығысына жол тартайық, сәлемдесу жастар аягөз. Армысың Астана! Мектепке 90 келешек! Кешір Қазақстан! Алдамызда махаббат отаны аягөз! Жас шағында жалында дейді. Қазір жалынды жастар көбіне әлеуметтік желілерде отырады. Әлеуметтік желілерде қыздарға пікір жазса, осындай қызық оқиғалар болады. Жаным сол, ути-пути сол. Ал сен менің күнімсің. Айымсың сен менің жаным. Жаным ай. Алтыным менің. Ал егер дәл осылай жігіттерге жазса қалай болады? Батырым сол. Сен де менің батырымсың. Торсықтай болған домалағым сол менің. Сен менің ержүрек торсығымсың. Қайталанбас тұлғам қабанбайым сол. Берсе қолдан, бермесе тартып алып аягөздіктер. Көрейік, жылына 700 мың теңге төлеп оқитын студент. Ата-анама ауыр тимесін деп жатақханада тұрып жатырмын. Мектептегі би кештерінде осындай оқиға жиі кездеседі. Балалар, соңғы үй осыдан кейін спорт зал жабылды. Мұғалім тағы бір биге берейікші.
Сіздермен болған жігіттері батыр, қыздары қарагөз, махаббатын отаны аягөз. Жастар командасы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының әкімі Нұрғалиев Нұрбол